Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы тема нашего урока сурет саламын, буду рисовать. Балалар, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Откройте тетради и пишите сегодняшнее число. Қыркүйектің 9-ы сурет саламын. Сабақтың мақсаты сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану. Балалар, біз сендермен бүгінгі жаңа сөздермен танысамыз. Теперь мы с вами знакомимся с новыми словами. Кімнің, чей или чья. Сурет, рисунок. Сурет саламын. Буду рисовать. Қағаз, бумага. Тағы да қайталаймыз. Кімнің, чей, чья. Сурет, рисунок. Сурет саламын. Буду рисовать. Қағаз, бумага. Бірінші тапсырма. Первое задание. Мәтінді оқы. Прочитаем текст. Бұл қағаз. Это бумага. Қағаз ақ. Бумага белая. Менің қарындаштарым бар. У меня есть карандаши. Мен әжемнің суретін саламын. Я буду рисовать бабушку. Сен әкеңнің суретін саласың. Ты будешь рисовать отца. Ол атасының суретін салады. Он или она будет рисовать дедушку. Есте сақтаймыз, балалар. Қазақ тілінде кім деген сұрақ тек адамдарға және мамандық атауына қойылады. Мысалы, кім ата, кім мұғалім. Запомните, ребята, в казахском языке вопрос «кто» задается только людям и профессиям, которыми они владеют. К примеру, кто дедушка, кто учитель. Теперь посмотрите на картинку и пишите. Енді суретке қараймыз және жазамыз. Бұл кім? Это кто? Бұл ата. Это дедушка. Это бабушка. Бұл әже. Это девочка. Бұл қыз. Үй жұмысы, домашнее задание. Үшінші тапсырма, 13-ші бет. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жазамыз. Вставьте вместо точек нужные окончания. До свидания, ребята. Сау болыңдар, балалар.